Рахмет, қандырақ болса қояйық. Құрметті қауым, бүгін ұлыстың ұлы күнін наурыз мерекемен құттықтаймын. Баршаңызға зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Отбасымызға амандық, өмірімізге береке тілеймін. Бар арманды тілектеріңіз орындалсын. Осы ораза ай қабыл болсын. Баршаңызға жақсылық тілеймін. Сол сіздің мақсатыңыз орындалсын. Тек қана Алла. Дайын ба, приз? Грамота бар? Ажеттер, екі минут қазір. Қол күрес сайысы бойынша ынталандыру сыйлықтарынан бастайық, иә? Қанеке бар ма? Қанат Әли, келіңіз. Қанат Әли дейді. Бар ма ол? Ондай кісі Қанат Әли қол күреске қатысқандар білетін шығар енді. Қағазын оқып тұр ма, братан сол? Болмаса, Диас Матиев бар ма? Ынталандыру сыйлығы. Диас. Диасқа, иә? Бегіз Аружан. Бегіз. Ынталандыру сыйлығы. Болмаса, танитындар, араласатындар болса алып кетсе болады сыйлықтарын. Так, келесі кезекте Рамиль бар ма? Байрақ қатырақ болса қояйық, ынталандыру сыйлықтары. Және сәл жетпей қалып үшінші орынға Қайрат Матиев. Және қол күрес сайысы бойынша жүлделі үшінші орынмен Асылбек Бос. Жүлделі үшінші орынмен. 10.000 теңге, үшінші орын. Үшінші орын 10.000 теңге. Және де екінші орынмен Аян СБС. Бірінші орынмен Николай. 15.000, екінші орын. Екінші орын 15.000, бірінші орын Николай. Құрмет қошеметтеріңіз. Первое место 25 тысяч. 25.000 теңге. Ендеше кіріп көтеру сайысы бойынша ынталандыру сыйлықтарынан бастай берейік. Руслан СБС. Руслан, ынталандыру сыйлығы. Дәулет Ипыбас дейді. Дәулет. Және Қанат Домино. Дима Айко. Дима бар ма? Ынталандыру сыйлығы сәл жетпей қалып үшінші орынға Саламат Ипыбас. Саламат Ипыбас. Және үшінші орынмен Дулат Ипыберденов. Үшінші орын Дулат. Кір көтеру сайысы бойынша. Ақшалай сыйлық. Екінші орынмен Карим. Олсағай. Ақшалай сыйлықпен. Және кір көтеру сайысы бойынша жүлделі бірінші орынмен Әсет. Асеке, қара қарайды көтерген кірді. Және ынталандыру сыйлығымен Андрей бар ма? Андрейге, ой. Және арқан тартыс сайысы бойынша бұл кісілерді сәл жетпей қалып үшінші орынға, бірақ сонда да ынталандыру сыйлығымен Ипыбас. Келіңіздер. Төртінші орын Ипыбас. Жаңа үшінші орында. Ипыбас бірге адырақ шығады. Келсеңіздер. Бес адам давайте келсеңдер тез жігіттер. Басламайды. Келіңіздер, Ипыбас. Арқан тартыс сайысы бойынша жүлделі үшінші орынмен Айко. Келіңіздер.
Айто. Барма, жігіттер. Команда Димаш. Құрметті аға бауырлар, командамен шықсаңыздар, сахна төріне естелік суретке. Жүлделі екінші орынмен арқан тарт сайысы бойынша ипы сенім. Айти сенім ба? Неге жазбайыпты, ипы айти деп. Молодцы. Келіңіздер. Командамен. Келіңіз аға. Олай әдем. Сол қылып, ашылып тұрайық сахна кең. Әдемі. Естелік суретке солай. Арқан тарт сайысы бойынша жүлделі бірінші орынмен қаттырақ қол соғайық. Ипыматиев кетті. Келіңіздер, сахна төріне. Бірінші орын. Рахмет. Келесі кезекте соңғы сайыс қойып көтеру сайысы бойынша ынталандыру сыйлықтары Дулат. Бар ма Ипы Перденов дейді. Дәке, келіңіз, ынталандыру сыйлығы. Карим. Айти сенім. Аманжон Ипыбас. Ынталандыру сыйлығымен. Аманжон. Коля Ипы Ремарк. Қосақ отырайық. Ынталандыру сыйлығымен. Және үшінші орынға сәл жетпей қалып, бірақ ерекше өнер көрсеткен Дулат Ипыбас. Дулат бар ма? Дулат. Дәулет. Дулат деп тұрмын жерде. Дәулет екен. Білемесіз ға. Дәке. 34. Дәке. Бар ма сыйлығы? Жоқ, ынталандыру сыйлығы, ынталандыру. Қалай қаламыз? Ал, жүлделі үшінші орынмен Нұрдәулет СБС. Дәке, үшінші орын. Және ақшалай сыйлық. Жүлделі екінші орынмен Жақсылық Домино. Сәл жетпей қалып бірге. Ой, рахмет, енді. Вот енді шулау керек шығар. Қойды алып кетейін тұрмын мына кісі дейтін кәдімгі. Күрестен Азия чемпионы ма? Джудодан? Әдейін паузамен хабарлайды, өзі білет енді, ұятына қарайды ғой, шашлық жасайман қазір, көреміз. Жүлделі бірінші орынмен қой көтеру сайысында Еді Ипы Перденов. Құрмет қошеметтеріңіз. Едеке, құтты болсын. Рахмет, күшті. Бар ғой, үйленген қоя, жеңгем мәз болатын болды. Лаңғыра. Күшті, берекелі болсын. Құмалағымен келіп отыр. Ала, вакансия кетті ғой. Сразу алып кет, братан. Рахмет. Ал, жеңістеріңіз құтты болсын. Қаттырақ қол соқпайық жеңімпаздарға. Қой, басып баратыр еділдің үй жағына қарай. Рахмет. Нұреке, бір-екі ауыз қорытынды сөз. Жігіттер, еще раз бәріңізге үлкен рахмет. Бүгінгі кешке қатысқан. Тағы да айтып өтемін, бүкіл еңбек сіздердікі. Осы мектеп сауабы барысында бүкіл мақсатымызға көздеген қол жеткізейік толық. Ең бастысы төрт көзіміз түгел дейді ғой. Осы июнь айында объектіні жақсы качествомен ойлаған спорт қатысуды Алла нәсіп етсін. Тағы да сізге рахмет. Сіздерге көңілдеріңіз шықты деп ойлаймын. Шықты ғой көңілдеріңіз бәріңіз. Подаркаларыңыз бәріңіз. Тағы да рахмет. Құтты болсын Наурыз алдарыңыздар. Рахмет, баршаңызға рахмет. Құрметті BI Group ұжымы, сіздерді Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Аман болайық, бар болайық, сау болайық. Мына проект аман есен халықтың игілігіне жұмсалғанға дейін аман есен сау болайық. Аман болыңыздар. Наурыздан Наурызға дейін жүздескенше.